Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Шебер Перизат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі куртка тігетін боламыз. Ол үшін бізге керекті өлшемдер: афхат шей, мойын айналымы. Ол үшін біз лентамызды мойынды айналдыра өлшеп аламыз. Екінші өлшем ол кеуде өлшемі, яғни кеудесін айналдыра өлшеп, афхат груди деп айтылады. Керекті өлшемімізді алып аламыз. Үшінші өлшем ол ширина спины, көрсетілген екі тұсты өлшеп аламыз арқасын. Енді жеңінің ұзындығын өлшейміз. Ол үшін қолын кішкене бүгіп тұрып, қолдың басталған тұсынан бастап білезікке дейін өлшеп аламыз. Келесі өлшем бұл курткамыздың ұзындығы. Мойыннан бастап ұзындығын өлшеп аламыз, қанша керек екендігін. Менің курткамның қалпағы бар болады, сондықтан мен бас айналымы, афхат головы және де высота головы, бастың биіктігін өлшеп аламын. Бастың биік тұсынан бастап осы мойынға дейін өлшеп алуымыз керек. Сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоя беріңіздер, ал біз бисмилля деп базистік сетканы құруды бастаймыз. Ол үшін ең алдымен афхат груди, яғни кеуде айналымын 4-ке бөлеміз, және де оған 4 қосымша қосып, және 3 қосамыз. Себебі біз астар өте қалың болғандықтан мен осындай қосымша қосып жатырмын. Қаласаңыздар 3 сантиметрді қоспасаңыздар да болады. Біз қазір 19 сантиметр шықты. Енді осыны өлшеп белгілеп алатын боламыз. Қағазымыздың бір шетінен 19 сантиметрді сызғышпен өлшеп алып белгілейміз. Осы белгілеп алған нүктелерімізді қосып шығамыз. Бұл біздің спинка, яғни курткамыздың арқасы болады. Біз қазір арқасының базистік сеткасын құрайын деп жатырмыз. Лекаласын жасаймыз. Бұйырса, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Екінші өлшем бұл длина куртка, яғни куртканың ұзындығы. Менің алған ұзындығым 1,5 жасар қызға 35 сантиметр. Осыған 35 сантиметрге астына қосымша 5 сантиметр қостым. Енді осыны қағазымыздың үстінен бастап, ең жоғары жағынан бастап, төменге қарай куртканың ұзындығы 40 сантиметрді өлшеп алатын боламыз. Менің линейкам кішкентай болғандықтан осындай 2 реттен өлшеп жатырмын. Ұзын болса бірден өлшеп алуға болады. Мінекей бізде 4 бұрыш пайда болып жатыр. Қазір осы 4 бұрыштың ішіне біз лекаласын сызатын боламыз. Бұл базистік сеткасын жасап жатырмыз ең алдымен. Енді асықпай отырып, барлығын, өлшемдердің барлығын формула бойынша бір-бірден шығарып есептеп кете береміз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Енді афхат грудиді 6-ға бөлеміз. Қосу 7. Ол 7 дегеніміз сырт киімдерге қосылатын прибавка. — 15 сантиметр шықты. Жоғардан төмен қарай 15 сантиметрді өлшеп аламыз. Енді осы қойған нүктелерімізді
қосып сызамыз. Сол кезде бізде тағы да бір төртбұрыш пайда болады. Ең негізгі деген өлшемдерімізді біз қазір осы төртбұрыштың ішінде орындаймыз. Енді келесі өлшем. Келесі өлшем бізде обхват-ше, яғни мойын айналымын 6-ға бөлеміз және оған прибавка қосамыз 2 см. Жиырма 5 см 6-ға бөлеміз және де шыққан санға 2-ні қоссақ, менде 6 шықты. Енді осыны алты сантиметрді өлшеп аламыз. Нүкте қойып, енді төмен қарай 2 см сызып аламыз. 2 см-ден қағаздың шетіне қарай сызықты қосамыз 6 см. Енді осы бізде мойын ойындысы әдемілеп плавно мойынның ойындысына келтіріп жағасына өлшеп алуымыз керек осыны. Енді біз келесі өлшем ширина спины жартысы, яғни ширина спинадан 2-ге бөлеміз. Оған 3-ті қосамыз. Менде ширина спины 21, оны 2-ге бөлеміз және 3-ге қосамыз. 3 дегеніміз ол прибавка. 13-те 5. Жаңағы өлшеп алған сызығымызға 13-те 5-ті өлшеп, белгілеп, дәл осыны жоғары жағынан да параллельно өлшейміз. Төмен қарай перпендикуляр түсіреміз. Жоғарыдан төмен қарай осы перпендикуляр бойынша 2 см өлшеп аламыз, белгілеп, және де мойын ойындысының биік нүктесінен осы 2 см екеуін қосамыз. Міне біздің мойын және аяқ сызықтары дайын болды. Бізде енді қолтық ойындысын өлшеуіміз керек. Ол үшін суретте көрсетілгендей жаңа түсірген перпендикуляр мен обхват грудидің сызығынан екеуінің қосылған жерінен дәл ортасынан 90 градус өлшеп алған жерден 2 см жоғары қарай сәуле шығарамыз. Және де біздің мынау жаңа түсірген, жоғарыдан төмен қарай түсірген перпендикулярдың дәл ортасын тауып алып, мойын ойындысын, қолтық ойындысын өлшеп аламыз. Енді осыны әдемілеп сызып шығамыз. Нүктелерді қосып, мінекей бізде артқы лекаласы дайын болды. Жақсылап сызып аламыз. Сіздерге көрінсін деп 2 реттен бастырып жатырмын. Енді артығын қиып алып, алдыңғы бөлігін өлшейміз. Бұл бізде ортасынан бүгіліп тұрады. Ізгиіп бір деталь керек. Яғни матаны қиып ортасынан былай бүгіп тұрып, пішетін боламыз кейін. Біздегі осы курткамыздың пішіп тігілуі өте ұзақ болғандықтан асықпай барлығын түсіндіріп жатырмын. Тез өткізіп жүрмей, сіздерге түсінікті анығырақ болсын деп барынша түсінікті түсіруге түсіріп жатырмын. Сондықтан да бұл ұзақ уақытқа созылды. Пішілуін екінші видеодан ала қаласа көресіздер. Бұл видеода тек қана выкройка тұрғызу және де лекаласын сызамыз.
Ал тігілу процесін екінші видеодан көресіздер. Бұл арқаның лекаласы. Мінекей дайын, ешқандай да қиындығы жоқ. Алдыңғы бөлігін біз артқы бөлік арқылы өлшеп аламыз. Иық сызығынан 1 сантиметр төмен түсіреміз, және де қолтық ойындысынан кішкене оятын боламыз қазір. Бұны тағы да бір рет қайтадан өлшеп сызып жүрудің қажет жоқ. Балалардың киімі болғандықтан оған выточка, тағы да қосымша өлшемдердің де қажет жоқ. Тем более бұл сырт киім болғандықтан көбінесе сырт киім жеңіл киімдерге қарағанда оңай болады. Адамның тұлғасының өзінің жаратылысы бойынша арқаға қарағанда біздің мойнымыздың алды кішкене ойыңқырақ. Сол үшін де біз лекаланы сызған кезімізде алдын кішкене оямыз. Иық өлшемнен, иық сызығынан 1 сантиметр төмен түсіреміз. Яғни арқамен салыстырғанда сөйтіп біз алдыңғы бөліктің лекаласын сызатын боламыз. Осы өлшеп алған нүктелерімізді қосып, енді осы жерден 1 сантиметр кішкене төмен түсіреміз. Алдыңғы мойын ойындысын өзіміз әсемдеп сызамыз. Икемге келтіріп, мойынға ұқсатып. Енді қолтық ойындысынан 0,5 сантиметр кішкене ішке қарай оятын боламыз. Мінекей бізде алдыңғы және артқы бөліктері дайын. Алдыңғы бөліктің алды ашылатын болғандықтан, қаласаңыздар осы күйінше қалдырып, киім тіккен кезде, яғни сырт киімді куртканы тіккен кезде алдына замок қойсаңыздар болады. Бұдан біз 2 деталь қиып алуымыз керек. Артық қағазды қиып тастаймыз. Алды мен артқы бөліктері дайын. Жаңа айтқандай, алдыңғы бөлік 1 сантиметрге иығынан төмен тұрады. Бірақ қолтық ойындысынан басып, астына дейін барлығы түгел. Енді қыздар, біз жеңін өлшеп аламыз. Ол үшін бізге керекті өлшемдер: длина рукава, оған 2,5 прибавка қосамыз, 2 сантиметр. Менде жеңнің ұзындығы 25 сантиметр, оған 2,5 сантиметр қостым, және де матаның ішке қарай қайырылатынына 2 сантиметр қосып бірден пішіп алайын деп жатырмын.
Ең алдымен осыны ұзын сызық сызып аламыз. Оның дәл ортасын. Төмен қарай 29-да 5 см, яғни жеңнің ұзындығын белгілеп, осы белгілеген нүктелерімізді қосып сызамыз. Біз қазір мына жерде төрт бұрышты, яғни базистік сеткасын құрып жатырмыз жеңнің. Менде 1,5 жасар қыздың құрткасына жеңнің ұзындығы 29-да 5 болды. Екінші өлшем. Афхат грудиді 3-ке бөлеміз. Және 12 см қосамыз. Он 12 см қосып жатқан себебім, менде астары өте қалың, сондықтан 12 см қостым. 28 см. 12 см деген ол сырт киімдерге арналған прибавка. Ол өлшем өзгеріп тұрады. Сіздің киіміңіздің өлшеміне қарай, түріне қарай өзгеріп тұрады. Енді мен жоғарыдағы ең әуелгі сызып алған сызығымыздың бойынан, яғни бұл біздің иық сызығы, дәл ортасын тауып аламын. Және де астынан сызған сызығымыздың да дәл ортасын тауып алып, осы екі сызықты, яғни екі нүктені сызықпен қосамын. Афхат груди 8-ге бөлеміз, және де 3-те 5 прибавка қосамыз. Енді афхат груди 48, 48-ді 8-ге бөліп 3,5 прибавканы қосқан кезде менде 9-да 5 шығады. Енді осыны жоғарғы нүктеден төмен қарай түсірген перпендикуляр бойынан 9-да 5 см өлшеп аламыз. Және де нүкте қойып, осы нүктелерді қосамыз. Бұл бізде бұл сызық жеңнің қолтықпен қосылатын жері, қолтық асты болады. Жоғарыдағы нүктеден төмен қарай ортадағы сызық бойына сызғышпен қосып аламыз. Үш бұрышты пайда болып тұр. Енді осы сызығымызды дәл ортасынан белгілеп аламыз. Белгілеп нүкте қоямыз. Енді осы дәл ортасын тапқанның нүктеден бастап, осы екіге бөлдік қой. Енді осы қиындылардың өзін тағы да екіге бөлеміз, орталарынан бөліп. Ең алғашқы осы нүкте бойынша жоғары қарай 1 см көтереміз. Ортадағы ең алғашқы белгілеген нүктемізді қосып, осындай дугаменен енді ішке қарай 0,5 см сызамыз. Нүкте қойып, енді доғал сызықпен осы нүктелерімізді қосып шығамыз. Бұл бізде жеңнің арқа бөлігі. Яғни жеңнің арқа бөлікпенен қосылатын тұсы. Енді алдыңғы бөліктің
лекаласын сызамыз. Ол үшін тағы да қосып алған сызығымыздың дәл ортасынан тағы да бөлеміз. Жаңа процесстерді қайтадан қайталаймыз. Тек бұл жерде өлшемдер өзгеріп отырады. Тағы да ол қиындыны екіге бөліп, жоғары қарай 1,2 сантиметр көтереміз. Екінші қиындыны дәл осылай екіге бөліп аламыз. Ол жерден төмен қарай, яғни ішке қарай 1 сантиметр өлшеп, сол жерге нүкте қоямыз. Енді осы нүктелердің барлығын бір-бірімен қосып шығамыз. Сурет пайда болады қазір бізде. Жеңнің суретін сызып жатырмыз. Мінекей біздің сызбамыз дайын болып қалды. Енді жеңі кішкене төмен жағы ұскила болғандықтан 3,5 немесе 2 сантиметр ол өз қалауларыңыз. Мен 3 сантиметр өлшеп нүкте қойдым да, осыны қазір қосамыз. 2 нүктеменен видеода көрсетілгендей етіп қосып шығамыз екі жағын. Мінекей бізде жеңіміз дайын. Алла қаласа бұдан 2 деталь керек болады бізге. Тағы да қалған артық қағазды сызбамыздан қиып тастаймыз. Енді қалпақтың өлшемін алу үшін высота головы өлшеп аламыз. Ол үшін ең алдымен қағазымыздың ортасына үлкен ұзын сызық сызып аламыз. Сол сызықтың бойына біз өзіміздің басымыздың ұзындығын өлшеп аламыз. Менің жағдайымда 26 сантиметр бастың биіктігі. Енді көзбен шамамен 3-ке бөліп, астыңғы сызықтың бойынан вытачкамен жасайын деп жатырмыз қалпақты. Сондықтан осы сызықтың шетінен екі шетіне қарай 1-1 сантиметрден астыңғы 3-ші нүкте бойынша вытачка сызамыз. Қаласаңыздар вытачка жасамай да жасай беруге болады, бірақ мен вытачкамен тіккім келіп тұр. Енді бұл қалпақты тігу үшін, яғни мына біздің алдындағы жасаған лекалаларымыз бар ғой, алдыңғы және артқы лекалалардың сызбасы бойынша жасалады. Ол үшін біз
выточкамыздың нүктесінен бастап арқа бөлікті қойып, мойын ойындысын қазір өлшеп аламыз. Мойын ойындысының 2 сантиметр болатын болса, соның жартысын аламыз. Сызыққа дейінгі, яғни ортасын бөліп, ортасынан сызамыз. Енді осы жерді выточкаға дейін өлшеп сызамыз және 2 сантиметр сыртқа қарай артығымен өлшейміз. Біздің мына ізгип деген, яғни қағазымыздың шеті выточка тұрған ортадағы негізгі сызыққа параллель тұру керек. Енді алдыңғы бөліктің сызбасын аламыз да, выточкамыздың алдыңғы жақ бөлігіне нүктесімен 2 нүктені бір-біріне қосып тұрып, мойын ойындысын сызып аламыз. Бұл жерде де алдыңғы сызық пенен негізгі ортада тұрған сызық екеуі параллельді болуы керек. Енді біз осы жерден мойын ойындысын сызып өлшеп аламыз. Қалпақ пішетін кезде ол міндетті түрде шасси болсын, не болса бір футболкалар болатын болсын, оның егерде басында қалпағы бар болатын болса, міндетті түрде негізгі сызба бойынша, яғни алдыңғы және артқы сызбалардың мойын ойындысы бойынша пішіледі. Мен кішкене 4-5 сантиметр артығымен алып жатырмын, өйткені мен курткамның алдына түйме қоямын, замок болмайды, сондықтан запах болғандықтан екеуі бір-бірінің үстіне келіп тұру үшін артығымен алуым керек. Енді арқа жағын жоғарыдағы сызықпенен қосып сызамыз. Бұл біздің қалпағымыздың арт жағы болады. Және де осының дәл ортасын өлшеп, нүкте қойып аламыз да, сыртқа қарай 3-4 сантиметр шығарамыз. 3-4 сантиметр өлшеп аламыз, яғни бұл адамның шүйде тұсы. Адамның өзінің басының формасы негізінен арқа жағы кішкене шығыңқы болады ғой. Сондықтан сыртқа қарай 2-3 сантиметр шығарамыз. Енді осы нүктелерді бір-бірімен әдемілеп қосып шығамыз. Яғни қалпақтың суретін салатын боламыз. Жоғары нүктемен басың формасына келтіре отырып сызып аламыз. Енді алдыңғы бөлік. Бұл қалпақтың алдыңғы бөлігі. Ол жерде кішкене самайға қарай, төмен қарай адамның басы иіліңкі болғандықтан кішкене төмен қарай 1 сантиметр, 2 сантиметр төмен қарай өлшейміз. Осы нүктемен негізгі ортадағы нүктені қосамыз. Бұл қалпақтың алдыңғы жағы. Яғни бет жағы. Оның да сызбасын әдемілеп сызып аламыз.
Қағазымыздағы артық қағазын енді қиып тастасақ та болады. Мінекей, ешқандай да көріп тұрғандарыңыздай қиын емес. Барлық өлшемдерді білсеңіздер, өздеріңізде үйде осындай куртканы тігіп алсаңыздар болады. Ескерту кетемін, бұл балаларға арналған өлшем. Үлкендерге арналған лекала кішкене өзгешеліктер болады, өйткені әйелдердің жаңағыдай выточка деген сияқты көкірек тұстарын өлшеп шығару керек болады. Шамалы айырмашылықтар бар. Мінекей, бізде артқы деталь, алдыңғы детальдарымыз дайын. Енді Алла қаласа келесі видеода осы лекала бойынша біз курткамызды тігетін боламыз. Ол видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басып қойыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал егерде лайк бассаңыздар, ол мені шабыттандырады, яғни сіздерге ұнап жатыр деп түсінетін боламын. Егерде видеолар ұнап жатса, лайк басыңыздар, ұсыныс пікірлеріңізді комментарийға қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған шебер Перизат.